Қайсар Қамза мен Тауасардың өмірінде не болып жатыр? Инстаграмда бәрі керемет, бірақ камера артында қорқынышты нәрсе бар. Түнгі 3-те түсірілген видеодан кейін Қайсар өзгеріп кетті. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Қайсар Қамза, Қазақстаннан шыққан танымал тревел блогер. Оның видеолары әрдайым жарық, көңілді, сәнді көрінетін. Қасында әрдайым ерекше досы, Африкадан келген Тауасар. Екеуі әлемнің түрлі елдерін аралап, элиталық кештер, қора пати, жабық клубтар ұйымдастырып, мыңдаған адамның назарын аударды. Инстаграмда бәрі мәнсіз, қымбат көліктер, теңіз жағасы, әдемі қыздар, күлкі. Бірақ бір нәрсе ешқасан көрсетілмейтін. Түнгі 3-тен кейін түсірілген видеолар. Тауасар әрқашан бір ережені қайталайтын. Түнгі 3-тен кейін камераны қоспау. Бірде Қайсар бұл ережені бұзды. Түркияда өткен жабық қорапатида ол жасырын түрде камераны қосып қойды. Басында бәрі қалыпты еді. Музыка, адамдар, би. Сосын дыбыс өзгерді. Музыка баяулады. Адамдардың қозғалысы тежеліп қалды. Кейбіреулер бір нүктеге қарап қатып қалған. Ал бір қыз камераға тура қарап, сен мұны көрмеуің керек еді. Келесі күні бұл видео телефонда жоқ болды. Бірақ Қайсар оны өшірмеген еді. Дубайдағы кештердің бірінде бір жігіт жоғалып кетті. Басында бәрі мән бермеді. Мас болып кетіп қалған шығар деді. Бірақ Қайсар бір детальді байқады. Соңғы видео кадрда әлгі жігіт Тауасармен сөйлесіп тұрған. Ал Тауасардың көлеңкесі оның денесіне бөлек қозғалған. Сол сәттен бастап Қайсар ұйықтай алмады. Өйткені түнде айнадан өз көлеңкесін де кешігіп қозғалатын болып кетті. Бір күні Қайсар Тауасардың құжаттарын көріп қалды. Туған жылы 1883. Ал ескі фотоларда дәл сол Тауасар өзгермеген. Сол түні Қайсар оны жасырын бақылап көрді. Тауасар ұйықтамады. Ол қараңғыда отырды және біреумен сөйлесті. Бірақ бөлмеде ешкім жоқ еді. Бір күні Қайсар кездейсоқ Инстаграмда лайв қосылып кеткенін байқамады. Бірақ ол эфирді өзі ашпаған. Эфирде ол өзі отыр. Бірақ беті жоқ. Тек қара бос орын. Комментарийлер толып жатыр. Артыңа қара. Қайсар баяу артына бұрылғанда ешкім жоқ. Бірақ телефон экранында артында біреу тұрған. Қайсар Қазақстанға қайтып кетуге шешім қабылдайды. Бірақ ұшақта бір нәрсе өзгерді. Барлық жолаушылар бір уақытта басын бұрып оған қарайды. Күлмейді, сөйлеспейді, тек қарайды. Ал олардың көздері толық қара. Стюардесса сыбырлап, сен енді шықпайсың деді. Ұшақ қонғанда борт бос болды. Қайсар жалғыз, бірақ орындықтар жылы еді. Қайсардың инстаграмында соңғы видео пайда болды. Онда ол күліп тұр. Достар, бәрі жақсы. Біз жаңа патиға бара жатырмыз. Артында Тауасар тұр. Бірақ оның көзі жоқ. Комментарийлерде адамдар бір нәрсені байқады. Видеода Қайсардың дауысы бар, бірақ ерні қозғалмайды. Содан кейін аккаунтта жаңа сторис шықты. Келесісі сен боласың.
Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Достар, сендер мен сағындыңдар ма? Қора пати жалғасады.